Кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50%-ын балалардың шотына аудару бағдарламасын айтқан. Оны балалар 18 жасқа толғанда бірақ алады. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы 2024 жылы басталады. Президенттің баспасөз хатшысы Руслан Жеделбайдың айтуынша, бала 18 жасқа толғанда шотында 3000 ақш доллары жиналып қалады. Әзірше бұл ақшаны кейін қайда және қалай жаратуға болатыны нақты айтылмады. 18 жылдан кейін бұл сомаға не алуға болатыны да белгісіз. Массагет KZ тілшісі мұндай сома 18 жастағы балаға қазіргі уақытта берілсе, 2022 жылы не алуға болатынын зерттеп көрді. Бір курстың ақысын төлеуге болады. Дәл қазіргі бағаммен есептесек, 3000 доллар 1.421.757 теңге. Алдымен еліміздегі кей университеттің оқу ақысын қарап көрейік. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2022-2023 жылдағы оқу жылына арналған оқу ақысын қарап шықтық. Көптеген мамандықта оқу ақысы миллион теңге. Халықаралық қарым-қатынас факультетіне түссеңіз, 1.300.000 теңге төлейсіз. Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетте былтырғы оқу ақысы 950.000 мен миллион арасында болған. Яғни жиналған ақшаны оқу ақысына жаратамын десеңіз, ұлттық университеттерде бір курсты ғана төлей аласыз. Қазақстанда 1.4 миллион теңгені алғашқы жарна ретінде төлеп, үй алуға болатын бағдарлама жоқ. Алматы жастар секілді бағдарламаларда алғашқы жарна 10%, яғни 1.8 миллион теңге. Демек, бала шотына жиналған ақшаның үстіне тағы 400 мыңдай қосу керек. Одан бөлек бұл сомаға iPhone 13 смартфонның үшеуін сатып алуға болады. Онлайн дүкендерге қарасақ, бұл смартфонның ең арзан нұсқасы 445 мың теңге тұрады. Елдегі тур операторлар ұсынған мәліметтер бойынша 1.4 миллион теңгеге 2 адам болып, 2 рет Түркияға барып келуге болады. Дәл осылай Мысыр не Дубайға да 2 реттен бара аласыз. 11 мың нан, 2,5 мың литр сүт. 1.4 миллион теңгемен студенттерге ең қажет заттарды неше рет алуға болатынын есептейік. Мысалы, Алматыда жалдамалы бір бөлмелі пәтердің орташа бағасы 150 мың теңге. Жиналған сомаға 1-ден 9 айға пәтер ақысын төлеп тастауға болады. Егер қоғамдық көлікпен жүретін болсаңыз, 80 теңге жол ақысымен 17.771 рет автобусқа отыра аласыз. Ал өз көлігіңіз болса, 7.811 литр АИ-92 маркалы жанармай құюға болады. Не болмаса, бұл сомаға 11.847 нан ала аласыз. 2585 сүт немесе 947 шұжық алуға болады. Одан бөлек үйіңізге 3754 келі картоп әкелуіңізге болады. Не болмаса 3000 келі ұн, 361 келі ет сатып ала аласыз. 1200 теңгелік донерді 1184 рет жеуге болады. 4 курс бойы қарныңыз ашпайтыны анық. Жалпы түскі ас пен кешкі асқа күніне 3000 теңге жұмсап отырсаңыз, 474 күн бойы қиналмайсыз. Бұл сомаға 1777 рет Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрына билет сатып алуға болады. Одан бөлек 947 рет киноға барып келе аласыз. Ал дене шынықтырамын десеңіз, фитнес залға 1-ден 47 айға төлеп тастауға болады. 1.4 миллион теңгеге студент не ала алады? 18 жасқа толып бірінші курсқа түскелі жатқан студент 1.4 миллион теңгеге ең керектерден не ала алады? Есептеп көрейік. Алдымен студентке жақсы смартфон керек. Сеніңіз, жақсы смартфон алсаңыз кейін өкінбейсіз. Бұған 350 мың теңге жұмсайық. Ал оның маркасын өзіңіз таңдап аларсыз. Одан кейін студентке ноутбук те өте маңызды. Керек сәтінде қатып, қолайсыз сәтке түспеу үшін 250 мың теңгеге жақсырағын алайық. Кейбір мүмкіндік болса принтерді сатып алуға кеңес береді. Себебі 4 жылда талай рет принтерге мәжбүр боласыз. Оған қағаз және бояулармен бірге орта есеппен 100 мың теңге жұмсаңыз. Одан бөлек 15 мың теңгеге Powerbank пен 5 мың теңгеге жақсы флеш карта керек. Электр самокат әрине бұл міндетті емес, бірақ алматылық жастар қазір көлікке қарағанда электр самокаттарды құп көреді. Себебі қалада веложолдар салынып, кептелістен қашқандар электр самокат мініп жатыр. Оның үстінде такси мен қоғамдық көлікке де ақша құртпайсыз. Электр самокатты қазір 140 мың теңгеге сатып алуға болады. Осының бәріне бізде 860 мың теңге жұмсалып тұр. 200 мың теңгеге гардеробыңызды толықтай жаңартып алуға болады.
casual стиліндегі киімдер, рюкзак, кеңсе тауарлары керек. Одан бөлек кей мамандықта қосымша заттар, техникалар қажет болуы мүмкін. Әрине бұл тек біздің топшылауымыз. Бала 18 жасқа толған соң есеп шотында жиналған қаражат өзіне тікелей берілмей, оқу орнына не пәтер алатын болса, банкке жіберілуі де әбден мүмкін.